Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Құрметті бауырлар, жақында Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының төрағасы бас муфти Наурызбай Қажы Хазіреттің бір сабағынан үзінді қиып интернет желісінде жұртты аралап жүргендігін байқадық. Халықта көп сауалдар болды. Негізі ол видеоны бірінші орында тек бір өздеріне қиып алып елді дүрліктіру, бұл негізі өте ислам жағынан әдепсіздік, адамгершілік жағынан бұл тіпті өте жат қылық болып саналады. Құрметті жақсылар, біздің ханафи мазхабы бойынша да, басқа мазхабтар бойынша да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға тәуәссүл жасау және де өзге салихалы пенделерге тәуәссүл жасау бар дүние. Оны ешкім жоққа шығармаған, өмірде ешкім айтпай қалған дүние емес. Мысалы, Абу Саид әл-Хадими деген кісі Әл-Барқиятул Махмудия фи шархи тариқатил Мухаммадия кітабының бірінші томы 203 бетінде сол әулиелерден қалай тәуәссүл жасауды кеңірек түсіндіріп беріп, бұның біздің шариғатымызда бар дүние екендігі, ол тірі адамды да, өлі адамнан да сұраудың ешқандай айырмашылығы жоқтығы айтылады. Себебі біз тірі адамнан дұға сұрауда ешкім таласа алмаймыз. Бір жақсы салихалы адамға барып, маған дұға қылып беріңіз, жолым жүрмей жатыр, науқастанып отыр едім, мұндай болды, дұға қылып беріңізші десе, рұқсат беріледі. Барлық жерде талассыз. Ал енді тірі кезінде дұға сұрауға рұқсатта, өлі кезінде рұқсат емес деу, пайғамбарымыздың алып келген ақидасына, иманға өте қатты кереғар болып қалады. Себебі біз сонда өлі адам пайдаменен зиян береді да, тірі адам пайдаменен зиян бермейді деген бір қисынсыз дүниеге тап боламыз. Тірі кезінде қалай дұға қылса, өлі кезінде де солай дұға қыла алатындығы жөнінде көптеген хадистер, көптеген Құранның аяттары, пайғамбарымыздан келген, оның сахабаларынан келген дүниелер куә. Және де 4 мазхаб егелері болған үлкен кітаптарда да бұл нәрсе айтылады. Мысалы, Ибн Абидин деген кісінің ханафи мазхабына Раддул Мұхтар кітабында, муфти кісі бұл, 2-ші том 186 бетінде Меккені зиярат етіп жатқан кезінде сол туралы сөз сөйлей келе, бұл кісі жаңбыр туралы айтады. Жаңбыр сұрау дұғаларын егер Медина қаласында болсаңыз, дәл сол пайғамбарымыз жатқан мешітке барып, сол кісінің қабірінің жанында сұраңыздар. Себебі сол кісінің шапағатынан үлкен шапағат жоқ деп айтады. Шапағат сұрау, медет сұрау мағынасында келеді. Тәуәссүл дегеніміз ортаға қойып, қолдау сұрау деген. Яғни дұға сұрап, мені қолдап жібер, мен осындайға бір мұқтаж едім, Алладан маған сұрап бер деген мағынаны береді. Басқа мазхабтарда, мысалы Ибн Хадж Малики мазхабының Мадхал кітабының 1-ші том 254 және 260 беттері дәл солай жаңбыр сұрау туралы, пайғамбарымыздың қабірін қолдану туралы және де пайғамбарымыздың атын қолдану туралы сөздер айтады. Имам Науауи Мажму деген кітабында, Шархул Мухаддабтың Мажму атақты Шафи мазхабының бетке тұтар кітабы, 8-ші том 274 бетінде де дәл солай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның есімдерін, сол кісіні қабірін қолдана тұра шапағат сұрау, соны зияратына барған кезде міндетті түрде қолдау сұра, медет сұра пайғамбардан деп түсіндіріп кетеді. Дәл осындай сөзді Ибн Қудама Мақдиси Ғуни кітабының 3-ші том 599 кітабында Қастилани имам, Шафи мазхабының атақты имамы, өзінің Әл-Мухибу Ладиния кітабында 4-ші том 594 бетінде бұл кісілердің барлығы пайғамбардың зияратын жасаған кезде міндетті түрде пайғамбардан медет сұрап қал, қолдау сұрап қал, шапағат сұрап қал деп үйретіп жатады. Құрметті жақсылар, хадистерде де аяттарда дәлел көп. Бірақ ең көп риуаят етілген хадистердің біреуі, сол риуаяттарының бір шетін айтып кетейінші. Бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның қабіріне Омардың заманында бір сахаба келіп, жаңбыр сұрайды. Пайғамбарымыздың қабірінің басына келіп, уа Расулалла, Ниса сүресінің 64-65 аятында, егер олар зұлымдық қылып қойса,
Алла тағаладан кешірім сұрап, және сен, яғни пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, оларға Алланың атын Алладан кешірім сұрап берсең, Алла тағала олардың күнәсінің барлығын кешуші деген мағынада аят келеді. Яғни Алладан және пайғамбардың өзінен сұра деп тұра, ол кісі пайғамбардың жатқан жеріне, дүниеден өтіп кеткен кезі, ол кісі сол жерден тұрып, қабірінен тұрып, жаңбыр тілеп, жаңбыр жаудырғандығы риуаят бар. Бұл риуаяттар қандай кітаптарда келген? Біріншісі Ибн Аби Шайбаның Мусанниф кітабы 7 том 482 бет сахих риуаятпен келеді. Фатхул Баридің 2 том 412, әйгілі сахих Бухаридің шархы жазылған Фатхул Бари кітабында имам Ибн Хаджар Асқаладидің өзі осы риуаятты айта отыра, ол қарапайым сахаба емес, ол Әзіреті Билал деп атын айтып кетеді. Ибн Касир өзінің Бидая Нихая деген атақты үлкен тарих кітабында 7 том 101 бетінде, және де Жамиул Масанид деген бүкіл мұснаттар, бүкіл хадистердің жиынтығы болып аталатын мықты кітаптың 1 том 221 бетінде, тіпті Ибн Таймияның жанындағы сөзіменен бұл хадис өте, бұл әсәр пайғамбардың сахабасынан келген бұл айтылған әсем сөз шыныменен өте керемет жайет риуаятпен, яғни қабыл болатын риуаятпен айтылған деп айтады. Қортып айтатын, құрметті бауырлар, дүниеден өткен адамнан қолдау тілеу, яғни маған дұға жасап берші деп тілеу де тұрған ешқандай шариғатымызда, 4 мазхабта да, біздің пайғамбарымыздан келген ақидада да ешқандай қателік жоқ. Ал енді оны қателік деп, артық деп санаған ғалымдар, оларда дәлелі болғанменен мына нәрсені жоққа шығара алмайды. Себебі пайғамбардың сахабалар орындағаннан кейін олар пайғамбардың мектебін көрген халық. Одан үлкен сіз бен бізге сүрлеу, әдемі жол жоқ болса керек. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.